Сәлем қыздар, бүгін меренга рулетін жасаймыз, рецептімен бөлісемін. Өте оңай жасалады, тез дайын болатын, өте дәмді рулет. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны алдымен міндетті түрде ақырына дейін көріп алыңыздар. Қыздар, бізге жұмыртқаның тек қана ағы керек. Сарысынан ағын ажыратып аламыз. Міндетті түрде ыдысымыздың іші құрғақ болу керек, миксерімізде құрғақ болу керек. Осылай жұмыртқамыздың ағын шамалы көпіртіп алып, оның үстіне қантымызды бөліп саламыз. Сразу барлығын салмаймыз. 4-5 ретке бөліп салып миксерлейміз. Әр қосқан сайын миксеріміздің жылдамдығын көбейтіп отырамыз жоғарыға қарай. Осылай қантпен жаңағы жұмыртқамыздың ағы массаға түсіп, осылай ақ көбік болып көпіршіп қоюланады. Біздің меренгамыздың дайын болғанын өз массасын ұстаған кезінде, ақ кетпейтіндей болған кезінде уже меренгамыз дайын. Мінекей біздің меренгамыз уже дайын. Ыдысты осылай төңкеріп көрсеңіздер, ол ыдыстан түсіп қалмау керек. Демек, меренгамыз дайын болды деген сөз. Енді оның үстіне 2 қасық ас қасықпен крахмал саламыз. Жүгері крахмалын мен салдым. Егер жүгері крахмалы болмаса, картоп крахмалын салсаңыздар да болады. Енді осы крахмал араласқанша бір 30 секундтай, 40 секундтай араластырып жібереміз. Қыздар, енді формамызға пергамент қағазымызды жайып, үстіне меренгамызды түгелдей барлық жеріне тегістеп жайып шығамыз. Қыздар, пергамент қағазының ең жақсысы ол Поклан фирмасының қағазын алсаңыздар дұрыс болады. Мен кеше Покланды таппағандықтан Патерраныкін алғамын, бірақ Патерраның пергамент қағазы нашар болып шықты. Менің меренгам жабысып қалып, әрең дегенде алынды. Неке осылай теп-тегіс қып жайып аламыз. Духовкамызды 160 градусқа қыздырып қоямыз, қыздар. Енді осылай жайып болғаннан кейін пешімізге жібереміз. 15-20 минуттан кейін көресіздер, беті құрғап, шамал сарғайғанда уже дайын болды. Мінекей менің меренгам уже дайын. Енді осыны алып, мен басқа қағазымызға аударып алып, астындағы пергамент қағазын мен шешіп аламын ысылай. Мінекей жаңағы айтқандай алынбай жатыр қағазым, әрең алынды бірақ. Осылай ажыратып алып, енді кремімізді дайындаймыз ортасына жағатын. Қыздар, енді арасына жағатын біз кремімізді дайындаймыз. Салқын сливкемізді осылай қоюланғанша миксерлеп аламыз. Сливкеміз қоюланғанда, оның үстіне 2 ас қасық сахарный пудрамызды салып, жақсылап тағы да миксерлейміз. Неке менің уже кремім дайын болды. Енді осыны жаңағы суып тұрған меренгамыздың арасына осылай жағып шығамыз. Мен кондитерский мешокқа құйып алып, осылай жақтым. Ол міндетті емес, жай жақсаңыздар да болады қасықпен. Осылай бүкіл жеріне тегістеп жағып алып, сосын оны орайтын боламыз. Менің меренгам жаңа қағазым нашар болып алынбағаннан бір жерлері сынды, қыздар. Егер осы пергамент қағаздарыңыз жақсы, качественный болса, ешқандай да сынбайды, жабыспайды. Неке осылай тегістеп барлығын жағып, енді сол астындағы пергамент қағазының көмегімен осылай жылжыта отырып, жақсылап орап аламыз. Рулет қылып орап шығамыз. Рулетті орағанда асықпаңыздар, қыздар. Неке қыздар, мен рулетімді орап шықтым, уже дайын тұр. Мен енді үстін осылай шоколадты ертіп алып, осылай үстін әрлеп шықтым. Әрлеу әркімнің өз қалауы бойынша. Үстіне шоколад құймай, просто жеміс-жидек қойсаңыздар да болады. Неке мен шоколадты сеуіп, үстіне осындай жаңағы вишнялы шықтым. Жасап көріңіздер, өте тез дайын болады. Қыздар, менің видеоларым ұнап жатса, каналыма тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.